Ну что ж, весовая категория до 80 килограмм. Следующие бойцы. Встречайте, представитель спорта ММА, двукратный чемпион Узбекистана по давкундо, Руслан Рустамов. Его соперник, представитель спорта карате Кёкушинкай, многократный призер городских турниров, Владислав под псевдонимом Аязата Морозов. Браво, ждем интересный бой. Удачи бойцам. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. 5-ші бүгінгі жарыстағы лоу-кик 8-ші турнирінің алаңға татами төрінде Владислав Морозов және оның қарсыласы Руслан Рустамов. Жаңа таныстырды, енді Владислав Морозовтың Аязата деген лақабаты бар екен. Аязата қаншалықты төзімді екенін көрейік. Аязатаға қарсы Руслан Рустамов ММА-ден келіп отыр. Өзбекстанның Өзбекстан арасында өткен жарыстың 2 дүркін жеңімпазы. Ал Морозов Владислав Кёкушинкай каратеден. Владислав небәрі 18 жаста, ал Руслан Рустамов 20 жаста. Екеуінің де дебюттік кездесуі, бұл 80 келіге дейінгі салмақ. Екі спортшының да салмақтары бірдей 79. Қазір Владиславтың соққысы салмағы бауырлы болғаны оны сезді. Руслан Рустамов енді кім бірінші болып бас тартады екен жекпе-жектен. Міне қазір бар күшімен тепті. Бұл соққыны Владислав Морозов қабылдай білді. Енді өзі қазір кезекті соққыны жасайды. Төреші аяққа мұқият қарап тұр. Қызыл жолақтан, көк жолақтан не аспау керек. Тепкен кезде соққысы сұрапыл Владислав Морозовтың. Расында Аязат екен, енді қатты суық түскен кезде төзімді келеді ғой. Аязатаңыз жүре береді. Шанасына отырып дейма. Ертегілерден естейтін едік қой. Сол Владислав Морозов осы бір соққыларға қазір төзімділік танытып Руслан Рустамовқа керемет соққы беріп отыр. Көрейік енді осы бір соққыдан кейін. Әзірше Руслан да міне жігіт екен. Тізгінді тартар емес, тәуекелге белі буып отыр. Көрейік енді, бұл да жас жігіт, 20 жастағы спортшы, соған қарамастан ММА-да біраз жетістіктері бар. Аяға балғадай. Руслан Рустамовтың соққысы енді бәрібір жойқын шығып жатқан жоқ. Қарсыласы Владислав Морозовқа қарағанда. Міне соққы бағыттар кезде. Соққы бағыттаған кезде қазір аяғы көк жолақтан шығып кетті. Соны төреші түсіндірді. Келесі жолы 2 рет ауызша ескерту жасайды. Егер әлгі қателік тағы бір қайталанып жатса, онда жарыстан шығартылады. Сондықтан да Владислав Морозов енді соққы бағыттайтын кезде абайлауы тиіс. Владислав Морозов соққы бағыттайтын кезде асықпайды міне. Жоқ, әлі екі мақта
бір-бірін алалар емес, бір-бірін мойындаталар емес. Көрейік қазір кім бірінші болып жарыс жолынан шығып қалатынын. Айтпайсыз ғой. Кішкене байтыңызшы аға. Тартыс әлі жалғасуда, текетіреспен өтіп жатыр. Екеуі де жеңіске жеткісі келеді. Осы лоу-кик жарысында мықтылар қатарынан көрінгендерді жыл соңында кіл мықтылардың жарысы өтеді. Сол кезде мүмкіндік болады, яғни чемпиондар кеші өтеді. Сол чемпиондар кешінде қатысуға барлығы үмітті. Ол кезде жүлде қоры да қомақты болмақ. Сондықтан да Руслан да қазір Владислав та осы бір жекпе-жекте қалайда жеңіске жетуге тырысып бағуда. Қайтпас қайсарлық, жеңіске деген жігер мінез, төзімділік, міне бәрі осы. Кезек Владислав Морозовта. 18 жастағы жігіт, небәрі. Міне соққысы айтып отырмыз ғой, сұрапыл, сол сұрапыл соққыларды қабылдап жатқан, шыдап жатқан, төзіп жатқан сол соққыларға Руслан Рустамов та мықты екен. Енді ММА-ге екінің бірі бара бермейді, білесіздер, ММА-ге жүгірегінің түгі бар. Қайсар жігіттер баратынын білеміз, ендесе намысты биік қойған жігіттер. Осындай қиын кезеңдерде төзіп бағада намысқа тырысады, намысты қолдан бермеуге барынша тырысады. Көрейік енді қазір. Бәрі-бір енді карате Киокушинкайдың қыр-сырын жетік меңгерген Владислав Морозовтың тағы да міне. Енді Руслан Рустамов қазір жеңілгені мойындайтын шығар деп ойлаймыз. Жоқ, әлі бас тартып жатқан жоқ. Бірақ енді бәрі денсаулыққа байланысты, негізгі аяқ, сол аяқ істен шығып жатса, әрине жарысты жалғастыру оңай емес. Сондықтан да көрейік, ақыр аяғына дейін қайсы спортшы шыдап бағат. Кезек қазір Руслан Рустамовта. Руслан Рустамов. Бір Владислав Морозовтың түріне қарасақ әлгі бір соққылар кереметте бір әсер етіп жатпағанға ұқсайды. Дегенмен оңай емес, әрине ауызбен айтуға бәрі жеңіл, бірақ жарыс барысында бәрі басқаша. Қандай сұрапыл соққы, осы соққыға шыдап тұрған Руслан Рустамов расында мықты екен. Міне қазір жанкүйерлер де қолдап қошеметтеуде өздерінің сүйікті спортшыларына. Владислав Морозов салқынған екен, екеуі де бет-әлпетінен әлі ештеңе байқатпайды. Ауырсынғандарын тіпті білдірмейді ғой. Әлгі қақпанға түскен қасқырларда аяғы ауырып жатса да қыңсыламайды ғой, сол секілді міне. Бұл екі жігіттің де түр әлпетіне қарап бір қиналып тұрғанын көрсетпейді, білдірмейді. Бұл нағыз жігітке тән мінез, жігітке тән жігерлік. Расында қазір дәл осы жерде жарайсыңда Руслан мен Владислав қайтсақ жарасады. Өте тартысты өтіп жатыр. Әлі де бір-бірін мойындаталар емес. Міне лоу-кик жарысы осындай мықты спортшылармен дамиды. Лоу-кик жарысы осындай жігер мінезді жігіттермен алысқа барады. Сондықтан алдағы уақыттары үлкен байрақты бәсекелер болып жатса, осындай мықты спортшылар ғана намысы найзағай отындай жарқылдаған осындай азаматтар ел намысын қорғау әбден мүмкін. Әлі де міне аяғын сілтіп басса да Руслан Рустамов шыдап бағуда. Не деген қайсарлығы, не деген төзімділік, жанкештілік. Жарайсың. Бұл жерде жарайсыңды тек қана Русланға айтып отырған жоқпыз, Владиславқа да. Өздеріне сенімді шықты, өздері 80 келенің серкелері деп айтсақ болатын шығар міне. Қанша уақыт алысып жатыр, әлі. Енді қазір Владиславтың сойқан соққысы тағы бар.
шыдады, тағы да шыдады. Тіпті қарап отырмыз, қазір соққы бағыттап жатқан Владиславтың аяғы қызарып кеткен екен. Ал соққы қабылдап жатқан Руслан Рустамовтың саны не болып жатыр десеңізші. Қазір қапталда отырған бапкерлері Владиславқа күш-жігер беріп отыр. Сен осылай бір тепкін келіп еді ғой. Соны есіне салып отыр. Қарсыласқа қандай соққыза. Русланға қиындау қазір. Сол аяқ, тіреуші аяқпен сол тіреп тұр. Бүгін жарайды, жарыс барысында байқалмайды. Ертең жүру қиын болады жігіттерге. Оңай емес әрине. Міне қазір ақыл кеңесін беріп отыр, қалай тебу керек екені. Жоқ, әлі бас тартқан жоқ. Міне төреші сұрады, бәрі дұрыс па, жарысты жалғастырасың бәлі деп еді, иә деді. Сан шыдатпай барадыр, ауырсынып тұр. Ауырсынғанына қарамастан Руслан Рустамов әлі де тәуекелге белі бууда. Қайтпас қайсар. Бұл жерде қазір тіпті бір спортшы жеңіліп жатқан күннің өзінде расында мықты екен деп бас бармақпен бағалауға болады бұл екі спортшыны да. Ал енді міне Владислав Морозовта кезек. Әлі Руслан Рустамовқа төреші келіп тұр. Жарысты жалғастырам дейді. Қазірінде қапталда отырған төрешілер төмен теуіп жерде дегенді айтып отыр. Енді ақылдасады қазір. Қазылар өз қазы буыннан төмен теуіп жерде деген. Балтырға қарай соққы жасады. Яғни буыннан соққы жасауға болмайды. Бұл жерде тек сан тұстан тебу керек. Тәуекелге беуді қазір Руслан Рустамов тағы да. Өз аяғын ауырсынып әрең тұр. Бірақ соған қарамастан бас тартар емес. Көрейік қазір. Енді Руслан Рустамовтың кезегінде соққы бағыттайтын. Барлық жанкүйерлер жанашырлық танытып отыр, жанкүйерлік танытып отыр осы жерде. Руслан Рустамовқа қолдау қажет. Төреші әлі қайтарап сұрап тұр. Әлі енді Руслан Рустамов бір шешімге келе алмай тұр. Әлгі бір соңғы соққысын Владислав Морозовтың төмен буыннан тепті деп есептейді. Қазір бірақ енді қазылар ақылдаса келе жарысты жалғастыруға. Уақыт өтті. Сонымен бұл жекпе-жекте Владислав Морозов жеңіске жетті. Аязата